вами знакомимся с произведением Абая Кунанбаева «Песня Акына. Потоки вод наземных». Но прежде чем приступить к работе над произведением, я вам предлагаю просмотреть театрализованный отрывок из данного произведения, который подготовили наши ребята. Как-то издалека приехало два гостя, старик и юноша. Молодого Абая знал раньше. Это был Акын, Байкукше. Второго старика Абай раньше не видел, но Лужан его знала хорошо. Она с улыбкой обратилась к Абаю. Вот, сынок, ты же надоедал нам, то мне, то бабушке. А теперь перед тобой сокровищница песен и рассказов. Это Акын Барлас. У Барласа узкая серебристая борода и звонкий голос. Он сразу понравился Абаю. Это не такой, как другие. Пытается держать про себя все, что знают. У Барласа открытая душа. Он сразу себя так повел, как будто был своим человеком в ауле. Сынок, недаром говорится. Песня Акына «Потоки вод земных». Слушатель мел жадно вбирающий их. Уважение достоин тот народ, который умеет слушать и говорить. Отрында. Қазақ тілін оқытуда ұлттық аспап, домбыра мен әуеннің маңызын, сондай-ақ ұлттық өнерді қолданудың құндылығын талқылаймыз. Бұл тек эстетикалық әсер емес, бір тұтас бағдарлама негізіндегі пәндер арасындағы байланыс. Өлең, мақал-мәтел, жыр үзінділерін домбыраның сүйемелдеуімен жаттау оқушылардың эмоциялық қабылдауын арттырады. Көркем оқу кезінде домбыра үні арқылы баланың мәнерлі сөйлеу қабілеті дамиды. Қазақ тіл сабағында біз домбыраның үнін тыңдап қана қоймай, оның құрылымын, өрнегін түсіндіремін. Оқушылар домбыраның шанағы, пернесі, екі ішегі бәрін өз қолымен бейнелей отырып, ұлттық мұраны сезінеді. Менің домбырам тақырыбында оқушыларға сурет салдыртып, домбыраға арналған ою-өрнек жасап, және қағаздан ұлттық аспап макетін құрастыру тапсырмаларын ұйымдастырамын. Бұл әдістер баланың эстетикалық сезімін, сөйлеу мәнерін, шығармашылық ойлауын, ұлттық құндылықтарға құрметін дамытады. Домбыра